Асылмұра Варшава келісімі ардагерлер қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен нөмірі 22-ші Елшібек Батыр атындағы жалпы білім беретін мектепте әскери патриоттық семинар өтті. Семинардың тақырыбы «Мен ертеңнің ертеңімін». Бұл шара жастардың патриотизмін арттыруға, оларды отан сүйгіштікке тәрбиелеуге бағытталды. Шараның ашылуында сөз алған Асылмұра Варшава келісімі ардагерлер қоғамдық бірлестігінің бас кеңесшісі Аман Дүйсебаев шараның маңыздылығына тоқталып, жастарға әскери патриоттық сайыстың берер пайдасын атап өтті. Құрметті ардагерлер, құрметті ағалар, құрметті бауырлар, оның қатарында мынау біздің өсіп келе жатқан жаңа буын, яғни болашағымыз, еліміздің қорғаны, елімізге пана болатын, қоғамымызға, елімізге қызмет ететін мына бүгінгі жастарымыз баршаңызға амандық болсын дейміз. Варшава келісімі, бұл білсеңіздер кешегі екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі 1945 жылы мына біздің қолбасшымыз, маршал Жуковтың бекітуімен осы Варшава келісімі ашылған болатын. Міне содан бері мына кесеңіздер қарасаңыздар, сол еліміздің түкпір-түкпірінде кешегі екінші дүниежүзілік соғыста ата-бабаларымыздың мынау шетелде, яғни Германияда, жеңіске жетіп, сол жерге Рейхстагқа ту тіккенде біздің аталарымыз Рахымжан Қошқарбаев болатын. Міне біз сол елімізде кеше кеңес дәуірінде шетелде жүріп елімізді, отанымызды қорғадық. Мына бүгінгі отан ағаларымыз сол кешегі өзінің 2 жылдық уақытын елімізді, отанымызды қорғады. Біздің негізгі мақсатымыз елдің бірлігі, халықтың амандығы, еліміздің тыныштығы, өзінде жас буындарға бірлік пен ынтымақты, халықты сүюді, отанды сүюді, отбасын сүюді. Яғни егемендік елімізге адал қызмет етіп, сол елімізге барынша қолымызда келгенше қызмет ету, бұл әрқайсымыздың борышымыз. Міне сіздер бүгін мектеп қадамында отырсыздар, ертең уақыт өте келе әскери қызметке аттанасыздар. Сол уақытта біздің ата-бабаларымыздың өзінің мына елім деп жерінде қорған әрбір елімізді қорғау әрқайсының міндет болып бекітіледі. Сол міндеттің ішіндегі отанды қорғау, ата-ананы қорғау, елді қорғау. Бірінші мақсат елдің бірлігі, амандығы, халқымыздың тыныштығы. Міне сол егемендік еліміздің еңсесі биік болсын деп, көк туымыз көкке желбіресін деп, әрбір азамат өзінің адал қызмет етуге, сол отаным деп, жерім деп, соған еңбек етуге біз дайын болуымыз керек. Сіздер дайынсыздар ма? Сіздер елімізді қорғауға, отанымызды қорғауға, еліміздің бүкіл туын, көк туын желбіретуге дайынсыздар ма? Міне құрметті азаматтар, еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Өзінде азаматтар бар елде біз бақыттымыз. Неге бақыттымыз? Міне отанды қорғайтын болашақ азаматтарымыз бар. Отанымызды қорғайтын, отанды қызмет ететін, ұйқымызды бөлмейтін, тыныш ұйықтайтын қорғайтын азаматтарымыз бар екен. Біз бақыттымыз. Ел аман, жұрт тыныш болсын. Баршаңыз еске салып, бүгінгі жарыста міне барынша өздеріңіз өнер көрсететін ойдамыз. Міне аталарымыз, ағаларымыз сіздерге әрдайым қолдау көрсетіп тұрады. Баршаңызға бақыт, амандық, еліміз аман болсын дейміз. Ал ардагерлердің өткен еңбегін алаңға жиналған жастарға насихаттаған Варшава келісімі ардагерлер қоғамдық бірлестігінің Сарыағаш ауданы бойынша филиалының төрағасы Батырхан Мұсалиев өтетін сайыста оқушыларға сәттілік тіледі. Бәрімізде осы кеңес дәуірінде өскенбіз, ардагерлердің барлығы. Біздің уақытымызда аталарымыз тіреді ол кезде. Көп адам, көпшілік соғысқа барып келгендер тіреді. Соларға қарап біз өскенбіз негізінде. Еліміздің елейді. Ол кеңес дәуірі еді ғой. Соларға қарап өскенбіз. Патриотизм сол кезде ұянған. Және атамыз айтпақшы, сол кездерде армияға бармаған балдарға қыздар тұрмысқа шыға бермейтін. Ол армияға барып келді ме, барып келмеді ме деп. Сол айтпақшы, сол кезде жастайымыздан сол армияға дайындайтын мектептерде. Постоянно военкоматқа апаратын, немелерді көріктерден өткізетін. Сөйтіп айтып өстік. Өзіміз Германияда сол еткен өзім, 2 жылдай. Сол кезде Германияда 1,5 миллион солдат сол жеткен екен. Сол біздің кезімізде жылына 1,5 миллион солдат. Бүкіл 15 республиканың ішінде. 15 республиканың армяндар да болды, грузиндер де болды. Түркмен, қырғыз, бәріміз бірге сол жеткенбіз. Ол кезде нация бөлу жоқ еді.
Өзі сен қырғызсың, сен және тәжіксің деп ешкім айтпаған бізге. Сен қазақсың деп. Сол жігіттермен бірге өскенбіз. Қазір айтайын дегенім сіздерге, мына өзіміздің елімізде қызмет қыласыздар. Мына кең байтақ еліміз бар. Осы кең байтақ елімізді сіздерге тапсырып жатырмыз, Құда қаласа. Мына өсіп келесіздер. Сол кең байтақ елімізді қорғау сіздердің міндеттеріңіз. Қазір көп балдар армиядан қашып жатыр ғой. Біздің уақытымызда армиядан қашу деген нәрсе жоқ еді. Наоборот, армияға ұмтылатын балдардың барлығы. Мынау праздниктеріңіз құтты болсын. Мына ардагерлердің бәрі біреу танк айдаған, біреу БТР айдаған. Ол кезде ешкім қол бос болған. Біреу машина айдаған, біреу наводчик болған жердегі, біреу командир болған бір танкының. Ондай жас балдар бол, 18 жасар балдар болған сол кезде. Сол 18 жасар балдар біреу танк айдаған, біреу наводчик болған. Сол кезде сеніп берген сол техниканың да, танкының да, машинаның да барлығын. Соны қарап, жуып, тазалап, 2 жыл қызмет қылдық барлығымыз. Арамызда Чехословакияда сол жеткендер бар, Монголияда сол жеткендер бар, Венгрия, Германия, Варшава договоры дейді ғой. Сол Варшава договорының мына жігіттері қырандары отыр деп айтайын. Іс-шараға ардагерлер мен ГСВГ ардагерлері қатысып, жастардың әскери дағдыларын дамыту мақсатында түрлі сайыстар ұйымдастырылды. Алдымен нөмірі 22-ші Елшібек Батыр мектебінің алаңында саптық шерулер өтті. Оқушылар автомат калашниковтер бөлшектеп жинау, оқ-дәріні жинау және басқа да әскери сынақтарда өз өнерлерін көрсетті. Сайысқа 5 мектептен келген балалар, атап айтқанда Елшібек Батыр, Ахмет Байтұрсынов, Талғат Бигелдинов, Окроков 79-ші мектептің оқушылары белсенділік танытып шеберліктерін сынады. Олардың ынтасы мен жігері әсіресе жастардың әскери тәртіпке, жауапкершілікке және өз елінің қорғаушысы болуға деген ұмтылысы ерекше байқалды. Автоматты шашып жинау өзіме ұнайды. Болашақта әскери мамандықты таңдайын деп үміттенемін, соған сенемін. Алдағы уақытта біздің Қазақстанның ұлдары әскерден қашпай, осы Қазақстанға қызмет етеді деп сенемін. Менің ойымша, отанға деген сүйіспеншілікті береді. Ең бірінші өзім отанға деген қаншалықты маңызды екенін білдіреді. Ардагерлер жастардың жетістіктерін бағалап, олардың болашағына сенім білдірді. Олар өз тәжірибелерімен бөлісіп, бүгінгі жастардың елге қызмет етуге әрқашан дайын екенін айтты. Бұл шараның негізгі мақсаты мен маңызы мына жастарды патриоттыққа тәрбиелеу. Алдағы уақытта да осы жаңағы әскерге батса да қиналмасын, басқармасын, елдің алдында жасқа шығып не жатса, ол әскерде де қиналмайды деп ойлаймын өзім негізінде. Осы мына ардагерлеріміздің арқасында осы бүгін нені өткізіп отырмыз. Басты себебі осы мектепте біз ардагерлер кабинетін ашқан болатынбыз. Соның ашылу күніне арналған бұл шара болды. Бұл ұсынысты осы мектептен түсті. Осы жастарға кішкене бір тәрбие болсын, кішкене бұл тарихы бар ғой мына нелердің деген мектеп жаңа қоятын оформление. Сол мақсатта біз тарихын енгізді, қалай екен ардагерлерімізді суретін іліп, не қылдық, алдыңғы уақытта онда куәсі боламыз, қазір таныстырып өтемін. Семинар барысында Елшібек Батыр мектебінде арнайы Варшава келісімі қоғамдық бірлестігінің ардагерлеріне арналған патриоттық сынып ашылды. Лентасын қиған ардагерлер бұл сыныптың тәрбиеленушілерінің ұлтжанды патриот азаматтар болып өсетініне сеніп, үмітпен баталарын берді. Жас ұрпақты тәрбиелеуде ұлттық құндылықтарды сақтауда мұндай бастамалардың маңызы орасан. Ұлы Отан соғысының ардагерлері бізге үлгі болған. Біз өніп өскенде соларға қарап өмір сүрдік, оқыдық, отан сүйіншілік мәселелерін, мақсаттарын, соны не қылайық, отанды қорғайық деген сондай бізге үлгі жасайдығын, олар бізге тәрбие бередіғын, мектепке келіп бізге лекция оқидығын, сонда
біз соларға тырысып, біз ұлы отан соғыстарын ардагерлеріне құшаған болайық дегендей қылып жол не қылатын жол сондай жол жүретін. Мектепте солай не қылып армияға барамыз деп тырысып бәрін таласып баратынбыз. Егер де армияға алмаса жылайтынбыз, достарым барады армияға алмаған сап денсаулығы нашар. Олар жылайды, мен армияға барамын деп, оны военкоматты алмайды. Ал жас қыздар, қыздар армияға бармаған азаматтарға күйеуге шықпайды. Олар дейді, ол ауру, олар дұрыс емес, олардың ой пікірлері басқаша деген не қойсайды, олар түтмейді. Қазір өзіңіздер көріп тұрсыздар, қазір бұрынғы дасақ дейтін оқу орындары болады. Жас кезінен айтсақ бірінші мынау Октябрьоны, ГТО, дасақ, осындай шаралар бәрі тәрбие ретінде. Болашағы жас ұрпақтар тәрбие, сосын мектепте осындай неғында өте жақсы болады. Қазір ол бәрі жойылып кетті, ол кеңес одағында. Сонда қазір қиыншылық болып жатыр. Қазір өздеріңіздер көресіздер, естесіздер, біліп жатсыздар, көріп жатсыздар, оқып жатсыздар, сарбаздар қашып жатыр. Қай жерде армияға бармаймын деп, оларды дүкеннен, базардан, вокзалдан ұстап деп қана. Ол өте не ұят деп ойлаймын. Кейбіреулер ол бұрынғы отан сүйіскілік, отан үшін, жерім үшін деген нелерді олар не қылмайды, тек олар ақша алу, жеңіл ақша алу, сондай бір мәселемен ойдағырда біз олар кінәлі емес. Ол өзіміз кінәліміз. Мектеп кінәлі, біз мысалға ардагерлер кінәлі. Сол көп толық сол орындап, соларды тәрбие ала алмадық деп санаймын. Ал сонысын мына мектептерде сондай мынау әскери дайындықтарға сөйледі, мынау армияда болған азаматтар тәрбиесі бол, солар тәрбие беріп, лекция оқып неғып жүрсе, сондай жақсы болатын. Ал және мектепте арнайы бір сағаттар бөлу керек. Өрде ешкім болмайды. Мысалы кеп, ол осы мектепте біз бір шара өткізейік, жастармен кездесейік, тәрбие жаңа бар десеңіз, уақыт жоқ олар. Біз ала алмаймыз, бізге уақыт бермеген дегенде осындай мәселелерді айтады. Бүгінгі шара жөнінде айтасыз? Бүгін шара бойынша өте дұрыс. Осы бастамалы деп санаймыз, осы Дербісек ауылды мекенінде. Осы Сарыағаш ауданында бастадық. Енді басқа мектептерде де, ал аудандарда осыны шара өткізсе, осыны таратып басқа жаққа, басқа елдерге, басқа мектептерге не қылсақ, сонда оған үлгі болады деп ойлаймын. Соны сақ тырысу, мынау әрекет жасау, армияға барам деген нелер кемейді-ау деп мен ойлаймын. Аға, енді сізге қарап, жастарымыз бой түзейді деген ойдам. Сіз енді кішкентай ғана бір ақыл кеңесіңіз айтсаңыз, ардагер әскери қызметкер ретінде. Бүгінгі жастардың бойынан, бүгінгі жігіттердің бойынан қандай қасиетті көргіңіз келеді? Қасиетті көргенде олар барлығын айтып жатырмын сол. Менталитеті өзгерту керек те бірінші. Қалай болса да, соған осы біздің саятымыз, мысалы бүкіл Қазақстан саяты өзгеру керек. Мынау әскерилерге, қорғаныс министрлігі көп ойлап, көзқарасы ойнастырып неғысы. Ал кейін әскерилерге айтсақ жағдайын жасау, қарулар болса, сондай неғылатын болса, олар ынтығайды. Ал енді реклама, жарнама жасау осыны телевизорда көрсетіп неғып тұрса, ол сол өте жақсы үлгі. Болашақта Құда қаласа бізде ел болып, өніп өсе береміз, жерімізді, елімізді сақтаймыз деп ойлаймын. Осылайша семинар жастардың ел қорғаушылардың жолын жалғастыруға шақырған маңызды шара болды. Оларды патриотизмге тәрбиелеу бағытында жаңа бастамаларға жол ашты.